Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге әлемнің 45 елін аралап, сабақ беріп, көптеген адамдардың жүрегіне үміт отын ұялата білген, жастардың өмірінің мәнін түсінуге түрткі болған, көпке танымал мотиватор, көптеген кітаптардың авторы Ник Вуйчич жайында айтамын. 1982 жылы ата-анасы тұңғышын күтіп жүрген, бірақ өмірге ерекше қол-аяғы жоқ бала дүниеге келеді. Ата-анасы қиындыққа қарамай Никті өсіреді. Никтің айтуы бойынша, алғашында мектептегі сыныптастарының қорлауына шыдамай, өз-өзіне қол салмақ болады. Алайда ата-анасын ойлап, өзіне қол жұмсаудан бас тартады. Ник 19 жасында универге түсіп, ұстаздарының айтуымен алғаш студенттерге сөз сөйлеуге шығады. Көрген қиындықтары туралы айтқанда, студенттер көзіне жас алады. Осыдан кейін Никқа мектептерге, телеарналарға және өмірден түңілген адамдармен кездесуге, оларға өмірдің мәні жайында түсіндіруге шақырту алады. Ник өзінің ауыр тағдырына мойымай, 2010 жылы өзінің сүйіктісін кездестіріп, отбасын құрады. Қазіргі таңда 4 балалары бар. Ник әзілдескенді, үнемі күліп жүргенді жақсы көреді. Адамдар оған бір түрлі қарағанда, күліп, «Ой, менің қол-аяғым қайда?» деп, немесе столдан секіріп түсіп, аяқ-қолымды сындырып алам ба деп қорықтым деп әзілдеседі. Кейде біз айнаға қарап, өзімізге көңіліміз толмайды. 12 мүшеміз сау бола тұра өмірге шағым айтамыз. Бірақ Ник өмірден түңілген жандарға үлгі болары сөзсіз.